Көшет егу жұмыстары шаһарымызда республика күніне орай көгалдандыру көптің ісі атты науқан басталды. Сұлу жырдың сұңқары Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханада шығармашылық байқау өтті. Бүгін шаһарымызда республика күніне орай көгалдандыру көптің ісі атты науқан басталды. Көшет егу жұмыстары жастар алаңының артынан бастау алды. Экологиялық акцияға қаламыздың жас үлкені мен кішісі жұмыла кірісті. Науқан бір айға созылмақ. 12 қазан күні Үйеңкі мен Қарағаштың 300 көшеті отырғызылды. Қала әкімі жаңбырменен жер көгереді, батаменен ел көгереді демекші, іс-шараның бастауын үлкендердің ақ батасымен бастағанды жөн көрді. Айтады ғой, жаңбырменен ел көгереді, батаменен жер көгереді деп, сол бір баталарыңызды беріңіздер, сосын бастайық. Бұл енді жылда өзіміздің істеп жатқан жұмыс, жылда өтіп жатқан сенбілік. Енді мінеки бүгін ауа райы да соны қоштап, қолдап тұрған сияқты. Мен өзім ойлаймын, осы акцияға бір ай бойы отырғызатын көшеттерге бүкіл қала болып, бүкіл жастар болып, осыған атсалысады деп ойлаймын. Енді бұның өзі жаңа тағы да айтып кеттік қой. Мына мерекеміздің республика күнінің қарсаңында келіп тұр, сондықтан бүкіл тұрғындарды, бүкіл қаланың азаматшыларын мен осы мерекелермен құттықтаймын. Еліміздің егемендігі, бас бірлігі, ауыз бірлігі арта берсін, жақсылықта болсын, мемлекетіміз көркейе берсін. Жазбек Аманбеков атамыз жастарға үлгі өнеге ретінде өзінің немересін ерте келген. Атасы мылтық атқанның баласы оқ жанар демекші, атасы 9 жастағы Алиханға үлкен сенім артады. Бұл мейрамның өзі тарихи мемлекеттік маңызы бар. Бұл негізі 2001 жылы мемлекеттік мәртебесін алған болатын. Кейінге 2009 жылдары ұмытпасам, әртүрлі себепті себепсіз мағын жоғалтып, мемлекеттік тізімден алып тастаған. Содан былтыр өткен жылы 22 жылы президенттің бастауымен, халықтың қоғамның қолдауымен қайра қайттық. Сондықтан барлық қалалықтарды, балқашықтарды мерекені құттықтаймын. Қаламыз экономикалық, әлеуметтік жағдайдан өркейе берсін, гүлдене берсін. Біздің келешегіміз балаларда, болашақта. Мағжан Жұмабаев айтпақшы, келешек жастарға сенемін деген. Игі шарада балқаштық жас жұбайларда бой көрсетті. Біз бүгін заңды некемізді қиып, осы қаламыздың көгалдандыру көптің ісі акциясына қатысуға шешім қабылдадық. Жанбота екеуміз өзіміздің бірінші талымызды отырғызып, келешекте осы талымызға келіп, қарап, өзіміздің жасаған жақсы ісімізге қарап отырамыз деген ойдамыз. Қалаға деген өзіміздің сүйікті қаламызға бір үлесімізді қостық деп санаймыз. Сейфуллин көшесі 21 үйдің тұрғындары осымен 3 күнге жуық не жерге, не жуынарға су таппай отыр. Айтуларынша аулаларына асфальт төсеген мердігер ұйым ауладағы құдықты бүлдірген. Салдарынан тұрғын үйдің тұрғындары түгелдей сусыз қалған. Міне ыстық суда суық жоқ. Мынау суды дорожник жасап, мынау жолды көрдіңіз бе? Жасаймын деп, анау колодецтің барлығын жауып тастапты. Полностью асфальт бәрі туда попал. 2 күн балашаға бар, қаншамдан тұрады. Инвалидтер, мен аяғым, мені гипстен кейін аяғым ісіп тұр. Мен 4-ші этаждағы суды қалай көтерем, айтыңызшы. Қалай өмір сүру керек? Акиматтың бүгін келді біреу представитель. Мен айттым. Біз осай, чтобы знали люди, что творится. 2 күн. Вот такая история. Заставил их работать кеше істеген, а бүгін только начали работать. Білмеймін не болады екен, но каждый раз делает, каждый раз на колодец қалдырып кетеді. А если құлақ басақ біз? Мердігер ұйым Арарат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ақаулықтың алдын алуда. Тұрғындарға арнайы су көлігінде алдырған. Ребята со вчерашнего дня Негізі бұл ауланы жөндеуге жауапты қарағандылық мердігер ұйым еді. Алайда қазіргі таңда бұл жауапкершілік бізге көшті. Бір аптаның ішінде жұмысты жылдамдатып аяқтаудамыз. Асфальт төсеп жатқанда осындай ақаулық орын алды. Енді мәселені шешу үшін Балқаш универсалды шақыртып алдық. Мамандар жұмыс істеуде. Тұрғындардан түсіністікпен қарауларын өтінеміз.